қазір жастар тойында келіп түсіп жатқан келін артқа қарап тұрып гүлді лақтырады. Оны қай қыз қағып алса, сол қыз тұрмысқа шығады деген бір сырттан енген негізсіз бір сенім бар. Енді осының орнын немен ауыстыра аламыз деген кезде осы шарғы байлауды біз ұсынар едік. Өйткені бұл біздің ата-бабамыздың тәрбиелік мақсатта, тұспалдау мақсатында бір керемет қалдырып кеткен әдебиет. Енді бұл қалай деген кезде ұзатылатын қыз құда түсіп кеткеннен кейін ұзатылу күні жақындаған кезде өздерінше бір ойын сауық жасап, өзінен кейін тұрмысқа шығуға уақыты кеп тұрған, толықсып тұрған бір сіңілісіне апарып шарғыны байлайды. Енді шарғыны байлаудағы мақсат не? Яғни шарғыны байлағаннан кейін жаңағы қыз бала ретсіз ойнауды, жаңағы балалық жасауды тоғару керек. Яғни ана қыз баланы жұбайлық өмірге өзінің апасы дайындап бара жатыр. Шарғы байланғаннан кейін ол қыз ретсіз ойнау, ретсіз күлу дегенді тоқтатып, анасына көмектесіп, ас мәзірлеу жұмыстарына етене араласып, яғни өз-өзін үлкен қыз сезініп, бір елдің болашақ келіні болатынын ұғынып, дайындала бастау. Екінші нәрсе, шарғы байланған қыздың дейді, ағалары бетінен сүймейді, тек қана маңдайынан сүйеді дейді. Қараңыз, біздің қазақтың ғұламалығы, біздің қазақтың тәрбиені тереңнен беруі. Яғни ер адам кішкентай баланы, жалпы адам баласы кішкентай баланың бетінен сүйетін болса, шарғы байланғаннан кейін сен енді бір жердің келінісің, бір жердің жарысың, сен үлкен болдың деген нәрсені іс, қимыл, амал, әрекетпен жаңа қызға түсіндіріп жатыр. Ағалар да дайындалып жатыр, қыз бала да дайындалып жатыр.